Ассалаумағалейкум, құрметті қазақ елі. Өткен жолғы блогта біз атом электр станциясы туралы айтқан болатынбыз. Біз әлі күнге шейін осы атом электр станциясы бойынша тағы да зерттеу жұмыстарын, экспертизаларын барлығын қарап өттік. Бірақ әлі күнге шейін бір жақсы нәтиже көрген жоқпыз. Неге? Өйткені бұл референдумға ұсынылғанға дейінгі заңнамалық жобада бұл әлі күнге дейін шеге екендігін, әлі біздің билік дайын емес екендігін көрсетіп берді. Біріншіден, бұл жерде халық ойына келетін болса, халық бұны аса қатты қолдап жатқан жоқ. Неге? Өйткені Фукусимадағы, жаңағы Чернобыльде болған, ақш-тағы болған үлкен жойқын апаттарға байланысты көпшілігі қарсы. Неге? Өйткені радиацияның кесірінен көптеген халық қырылып жатады. Одан кейін аурушаң болады, тума аурулардың қатары көбейеді. Бұл өз кезегінде мемлекетке ғана емес, халықтың да қалтасына өте ауыр тиетіндігінде. Осы нәрсеге мән беруіміз керек. Бұл жерде халық болып қолдап жатқандардың қатары кімдер, халық болып қолдамайтын, қарсы шығып жатқандардың қатары кімдер. Осы нәрсеге мән берейікші. Бұл жерде біріншіден қолдаушылар билік, одан кейін жұлдыздар, жаңа билік адамдардың айтуымен халыққа дауыс беріңіздер, біз қолдаймыз деген сияқты үндеулерді жасап жатыр. Ал одан кейінгі үшінші топ пайда көруші тұлғалар. Ол жерден кімдер пайда көреді? Ол жерден ақша ұстап қалатын сол жауапты тұлғалар. Ал қарсы шығып жатқан кімдер? Ол біріншіден халық, қарапайым халық. Екіншіден бірінді халық, үшіншіден мегаполис тұрғындары. Бұл жерде біз назарға алуымыз керек екі нәрсе бар. Қазақстан Республикасының ішінде өзіміз мән беруіміз керек. Бұл атом электр станциясы құрылатын орын екі мегаполисқа жақын. Біріншісі Алматы, екіншісі Шымкент, ортасында Тараз бар. Былай қарағанда Қырғызстан, былай қарағанда Балқаш, Іле өзендерінің жобасына да кетіп қалады. Қытай шекарасында өтіп кетеді. Оның соңы ертең неше түрлі қарулы қақтығыстардың туылмауына ешкім кепілдік бермейтіндігінде. Атом электр станциясының құрылысына мамандардың айтуынша 25 миллиард доллар қаржы кетеді деп мәлімдеп отыр. Ол енді кемінде 12 миллиард доллар деп айтылады, бірақ енді 25 миллиард доллар патология деп тұр ғой. Бірақ патология 25 миллиард доллар болатын болса, ол 25 миллиард доллардан да өте көп кетеді. Ал енді осы нәрсеге келгенде біз мына нәрсеге мән беруіміз керек. Біріншіден, Қазақстан Республикасының ішкі және сыртқы экономикалық жағдайлары өте төмен. Қазақстанның сыртқы қарыздарының өзі 2019 жылға дейін 155 миллиард долларға жуық болатын болса, ал қазіргі таңдағы қарыз мөлшері 162 миллиард долларды құрап отыр. Бұл 2019-дан 2024 жылға дейін 3,4%-ға дейін көтерілген. Қарыз сумасы көтеріліп бара жатыр. Ал енді бюджет мемлекеттік халық қорынан алатын болса, ол жерде бірген жол президентіміздің өзі айтты ғой, мемлекеттік халық қоры толмай жатыр. Барлығы ішкі айналымға кіріп кеткен, оның ішкі айналымда жүрген ақшалардың қаншамасы шығып кеткен, олардың тіркелгені бар, тіркелмегені бар. Бұл нәрсеге мән беруіміз керек. Одан кейін 100% құрылыстың ақшасы мемлекеттен шықпайын деп тұр. 20% Қазақстан Республикасының мемлекеттік қорынан бюджеттен алынады. Ал қалған 80% сыртқы қарыз болады. Сыртқы қарыз алатын болсақ, біз жаңа 3,4%-ға көтерілді деп айтып жатырмыз ғой. Бұл кезде 3,4 емес, бәлкім құрылыс 5 жылға, 6 жылға, тіпті 10 жылға дейін созылып кетуі мүмкін. Ол жағдайда осы 5-6 жылдың көлемінде қарыз мөлшері 15%-ға дейін көтеріледі. Бұл жылдық көрсетілген мөлшерден былайынша есептегенде 5 есеге жоғары. Қателеспеп кешесіздер. Одан кейінгі мән беруіміз керек. Атом электр станциясының жұмысы, оның ішінде реактор бар ғой, реакторлардың суыту үшін 200 мың тонна су кетеді деп хабарлады. Ал бұл жерде реактордың максималды қызу температурасы 2500 градусқа дейін болады. Ал 2500 градуста суытқан су өте қатты ыстық температураға көтеріледі. Шамасы 200-ден 1500 градусқа дейін көтеріледі. Ал бұл жағдайда судың бүкіл тірі организмдік қажеттіліктері, адамға бере алатын пайдалары түгелдей жойылады. Ол бір. Екіншіден, ол таза судан өлі су дайындау, яғни ол реакторды суытқан 200 мың тонна су улы шикізат болып кетеді. Ол нәрсеге де мән беруіміз керек. Сонда 200 мың тонна су реакторға бір күнде кететін болса, бір айдың ішінде есептемей қойшы, осы бір аптаның есептейікші, 1,4 миллион тонна, 1,4 миллион тонна улы шикізат дайын болады. Ол шикізат не тауарға пайдаланбайды, не экономикалық тұрғыда ешкімге керек емес, экологиялық тұрғыда ол жаңа табиғатты зияндайды. Оның да бұл нәрсеге мән беруіміз керек. Тағы да мән беруіміз керек не, бұл біз жаңа суды айтып жатырмыз ғой. Егер бұл атом электр станциясы құрыла қалған жағдайда Іле Балқаш
көлдердің тартылуы, ол нәрсеге мән беруіміз керек. Күн сайын 200 мың тонна реактор, 200 мың тонна су реакторға суытуға кете беретін болатын болса, бір жылға жетпей, енді мен бәлкім асыра сілтеп жатқан шығармын, бірақ менің жобамда бір жылға жетпей Балқаш көлінде тек шалшық болып жатады. Ал бұның салдары Аралдағы жағдай сияқты арты үлкен шуға ұласады, экологиялық жаңағыдай залал болып табылады. Бұл жерде былай ғой, біздің мән беруіміз керек нәрсе, атом электр станцияларын салып жатқан мемлекеттер мұхитқа, яғни әлемдегі ең үлкен 4-5 мұхит бар ғой, сол 4-5 мұхитқа жақын орналасқан мемлекеттер болғандықтан су тапшылығын аса қатты көре бермейді. Ал Қазақстан, мына жағында Қытай алпауыт мемлекет, ар жағы Ресей алпауыт мемлекет, ортада Монғолия, былай қарай келетін болсақ орталық Азия, мына жағы Европаға басып жатыр. Ал ол жақтан ағып келетін мұхиттың сулары жетіспейді. Біріншіден сол жаңағыдай жобадағы мемлекеттердің ішкі жаңағыдай өнімдеріне кетеді. Ішкі өнімдерді өндіруге, егістікке кетеді. Ол нәрсеге де мән беруіміз керек. Бұл жерде менің ойымша үкімет өте бір жас балаша ойланып жатыр. Атом электр станциясын салатын болсақ, біз тек байып кетеміз, бізге пәленбай миллиард доллар түседі, осы нәрсе болады, байып кетеміз. Бірақ біз мына нәрсені мән беруіміз керек. Бұл жерде тек қана тас болмайды. Бюджеттен жыл сайын 1 миллиард доллар шығын болып тұрады. Демонтаж жұмыстарына, әсіресе бір ғана кішкене бір болттың түсіп қалуы, яғни жаңағыдай ходовой нелер бар ғой, құрылыс нысандары жаңағыдай бір жерден түсіп қалуы мүмкін, бір аппарат бұзылып қалуы мүмкін. Ондай жағдайда сол бір жыл сайын 1 миллиард доллар қаржы кетеді. Ол бір. Екіншіден, Қазақстан Республикасының төтенше жағдай министрлігі әлі күнге шейін төтенше жағдайларға дайын емес. Оны біз былай да көріп жүрміз. Су тасқынына төтеп бере алмай жатқан мемлекет ертең атом электр станциясы жарылып кететін болса, қаншалықты дайын болады? Мегаполиста Шымкентте 2 миллион, Түркістан облысы деп айтайықшы, Түркістан облысында 2 миллион адам, Алматы қаласында 2 миллион адам, тағы 1 миллион адам бар деп есептейік. Таразда тағы 1 миллион адам бар деп есептейік. Олардың барлығын көшірдік мақұл. Радиоактивті ол адамдар жаңағы аталған 4, 5, 6 миллион адам радиацияның әсерінен аурушаң болады да, ол басқа өңірлерге барған жағдайда да сол ауруын өзгелерге жұқтырады. Бұл кезде жұқпалы вирустық аурулар туындайды. Бұл кезде біз тағы да мән беруіміз керек дүниелердің бірі апаттар. Осы күнге дейін болған апаттар. 1979 жылы ақш-та болған апат, 1986 жылдағы Чернобыль апаты, 2011 жылдағы Фукусима апаты. Осы нәрселерге де мән беруіміз керек. Оларды залалсыздандыру. Ойлаңызшы, апат болады, жарылыс болады. Жарылыс болғаннан кейін көшіруді есептемей қойыңызшы. 5 миллион халықты көшіру, біреу өз ақшасына кетіп, біреу басқа мемлекеттен қолдау күтеді, біреулер жатып қалады, біреулер тұрып қалады, біреулер жаңағыдай шетінеп кетеді, біреулер өліп кетеді. Осы нәрселердің кесірінен халықтың бір 20% қырылып қалады деген жоба бар. Одан кейін бұл залалсыздандыру үшін кемінде 40 жыл уақыт кетеді. Одан кейін залалсыздандыруға кететін қаржыны есептейтін болсақ, біз жаңа көшіру жұмыстары, оларға үй тауып беру, қайтадан қаланы шоғырландырудан бөлек, тек радиацияны тазалауға 6,6 триллион теңге кетеді. Теңгеге шаққан кезде бұл атом электр станциясы салмасақ біз дамымай қаламыз, біздің энергетикамыз саламыз жаңағыдай құлдырайды, көтерілмей қалады деген нәрсе уайым емес ол. Неге? Өйткені атом электр станциясы әлем елдерінің 195 мемлекет болатын болса, 195 мемлекеттен 32 мемлекетте ғана бар. Бұл біз мақұл 32 мемлекеттің ішіне кірмей ақ қойықшы, 195-тің ішінде жүре берейік. Бірақ халқымыз аман болсын, еліміз аман болса, ертең болашақта туылып жатқан азаматтарымыз олар аман болатын болса, оның өзі бір бақытта. Ойбай, қашан жарылып кетеді екен, қашан қандай жағдай болады екен, ертең бір нәрсе болатын болса, біз қашып кете аламыз ба, жаңағы Қазақстанның екінші бөлігіне барып үлгере аламыз ба, радиация қай жерге жетеді екен деп уайыммен өмір сүргеннен, уайымсыз сол 195 мемлекеттің қатарында өмір сүре берген артығырақ деп ойлаймын. Енді мына жерде мен айтқым келетін тағы бір нәрсе бар да, бұл менің ғана айтқаным емес, бұл халықтың айтып жатқаны. Бұл жерде мен өте көп жаңағыдай адамдармен сұхбаттасамын, өте көп адамдармен сөйлесем, бұл жерде халық айтады, біздің Қазақстанда не сапалы жол жоқ, өндіріп жатқан тек тазиктен басқа дүние жоқ. Басқа да дүниелерді өндірсін, сол миллиардтаған қаржы, 25 миллиард долларды шетелден инвестиция қылып алып келетін болса, Қазақстанға көлік өндірсін, экономикалық тұрғыдан неше түрлі өндірістер көп қой.
соларды өндірсін. Қазақстанда да жаңағыдай біз көлік ойлап тапсақ деген азаматтар бар, біз телефон ойлап тапсақ деген азаматтар бар, неше түрлі тұрмыстық техникаларды ойлап тапсақ деген азаматтар бар. Соларға қолдау білдірілсін. Сол 25 миллиард долларға сырттан алып келсін өндірістік қажетті заттарды. Бұл атом электр станциясын салған жағдайдың өзінде де энергетика саласында тапшылық көрмейміз деген нәрсе өтірік. Біріншіден, сала мамандарының есептеуінше Қазақстан Республикасына кем дегенде 5 атом электр станциясы керек, толыққанды энергетикамен қамтамасыз ету үшін. Ал 5 жерден атом электр станциясы қойылатын болса, мысалы елестетіңіздерші, Түркістан облысы, Тараз облыстарының біреуі қойылады шекараға, мысалға. Екіншісі Семей, Алматыға, Өскемен үшеуінен біреу қойылады. Солтүстік Қазақстан облысы Астана бар ма, Көкшетау бар ма, Петропавл, Павлодар сияқты қалаларға біреу қойылады. Одан кейін батыс өңіріне біреу қойылады. Орталық Қазақстанға, Ұлытау мен Қарағандының ортасына біреу қойылады. Кейбіреулер айтады, бұл атом электр станциясына қарулы қақтығыс бола қалған жағдайда ұшақтардың өзі атып жаралмайды деп айтады. Бұны кім сынақтан өткізіп жүр? Қалай болып жүр ол? Шын мәнісіне келген кезде жай ғана бір қателіктің кесірінен Чернобыль өте үлкен апатқа ұшырап қаншама жағдайлар болды. Тазартудың өзіне әлі күнге шейін тазартып келе жатыр. Бұл 1986 жылы болатын болса, шамамен 2 жылдан кейін 30 жыл болады. Тағы 10 жылдан кейін 40 жыл болады. 40 жылдың ішінде ол тазарды, тазармаса тағы да тазартып, әлі күнге шейін жұмыстар болып жатады. Қазір Чернобыль қаласы әлі күнге шейін бос деген әңгімелер бар. Тастанды қалалар өте көп. Тура сол сияқты біздің Алматы қаласы, бертеңге жаңағыдай Тараз қаласы бар, Тараз облысы бар, Жамбыл облысы бар, енді жаңағыдай көп ол жақта елді мекендер. Барлық тастанды болып қала беретін болса, тастанды жерге сұрайтын адам көп дейді ғой. Бұл радиация таратып тұрса да, у таратып тұрса да, ол бос жатқан жерге сұраныс ақшан болады. Өз басым еліміздің амандығы үшін, еліміздің саулығы үшін, болашақ ұрпақтың амандығы үшін мен атом электр станциясының құрылысына қарсымын. Бұл референдумды өткізудің қажеті жоқ негізінде. Бұл халықтың ішінде айтылып та жүрген дүние. Бұл тек шала ойлайтын, әлі күнге шейін бала сезіммен ойлайтын адамдардың ойындағы дүние. Анау бір не болады ғой, бір 9-шы класстан бітіріп, колледжге түсемін да, кафеде істеймін. Кафеде істеген кезде бір күнде 10 мың теңге түссе, бір айда 300 мың теңге істеймін да, бір 2 айда машина алып аламын, сөйтемін да, байып кетемін, жағдайымды жасап тастаймын. Ой, үйтіп тастаймын, бүйтіп тастаймын. Шын мәнісінде сол кеткен балдардың қазір қайсысы? Қайда жүр? 10 жылдап, 20 жылдап құрылыс саласында жүрген азаматтар бар. 30 жылға таяп бара жатқан азаматтар бар. Қанша олардың байлығы? Жетіп жатыр ма? Жоқ. Мемлекеттің ойы да солда. Біз үйте аламыз, бай аламыз, той аламыз, жей аламыз. Өмірде неше түрлі жағдай болады. Қарапайым құрылысшының өзінде, мысалға бір жылда 6 рет той болады, ол тойға бармаса ұят болады деген сияқты ойлар болады. Ол жаңағыдай ауырмай ма, ол тамақ ішпей ма, басқа да жаңағыдай керек қажеттіліктер туындамай ма, киім алмай ма, осы нәрселерді жолға шығардың алдын есептемейді. Тура сол сияқты мемлекет ертең демонтажға қанша кететіндігін есептеп жатқан жоқ. Былайынша айтқанда тек жас баланың ойымен ойланып отыр. Құрметті қазақ елі, барлықтарыңызға рахмет.